Көздің айналасындағы тері нәзік әрі сезімтал, сондықтан мұқият күтімді қажет етеді. 20 жыл бұрын сұлулық индустриясында құрамында сары су бар пластыр пайда болды. Соңғы 5 жылда блогерлер мен бьюти-эксперттер патчы жабыстырған таңғы селфилермен үздіксіз бөлісуде. Содан болар, әлі күнге дейін маркетингтік тәсіл ме, әлде пайдасы бар ма деген сұрақ толастар емес. Расымен пайдасы бар ма? Бірге анықтайық. Патчидің көз астындағы әжім мен сінуді кетіретіне біреу сенсе, ақшаны желге шашу деп сатып алудан бас тартатындар да бар. Косметолог маман бұл жайында не дейді екен? Енді әжімді кетіреді ма деген сұраққа келетін болсақ, ол әжімді толықтай кетірмейді. Тек қана жеңіл ісіну арқылы, яғни жаңағы тіндердің арасында белгілі бір набухание деп айтады, яғни сондай кішкене бір ісіну шақыру арқылы мына көздің айналасындағы әжімді уақытша ғана кетіреді. Бірақ кейін қайтадан орнына келуі мүмкін. Қате мен ақаулықтарды жылдам түзету патч деп аталады. Сәйкесінше патчиде көздегі көгеру мен әжім сияқты проблемаларды тек уақытша жояды. Жалпы патчылар негізі мен өзім соцсредство ретінде санаймын, яғни жедел түрде көмек көрсетуге арналған. Мысалы, сізде қандай да бір жағдайлар болып қалады. Мысалы, сіз түнгі уақыттарда қандай да бір тұзды тағамдар немесе ащы тағамдар жеп қойдыңыз делік, немесе суды өте көп мөлшерде іштіңіз делік, немесе жылаған болуыңыз мүмкін. Сол уақыттарда таңертеңгі уақытта көзіңіздің асты ісініп, көгеріп тұрады. Сондай уақыттарда сізге жедел түрде көмек көрсету үшін осы патчылар қажет болады. Бірақ та бұл патчыларды күнделікті қолданудың қажеті жоқ. Аптасына 1-2 рет немесе 3 рет қолдануға болады. Яғни ол сізге қандай да бір терең проблемаларыңызды шешіп бермейді, бірақ та сіздегі қазіргі уақыттағы мысалы ісінуді, көгеруді және де көрініп тұрған әжімді уақытша кетіруге ғана көмектеседі. Патчи сатып алғанда жарнамаға сенбей, құрамына мән беріңіз. Пластыр құрамына теріге пайдалы заттар қосылады. Алайда ең пайдалысын таңдай білу маңызды. Ісінуді басу үшін құрамында кофеин болуы мүмкін, экстракт зеленого чая болуы мүмкін, сонымен қатар экстракт риса, экстракт различных ягод, сондай сияқты әртүрлі компоненттерге байланысты болады. Ісінуді басу үшін лимфодренаждық әсер ететін құрамында конский каштан болуы мүмкін, сонымен қатар әртүрлі пептидтер болуы мүмкін. Мысалы, матриксил, аргирелин деген сияқты. Демек, құрамында крем немесе гель бар матадан жасалған патчилер көз астындағы әжімді кетіре алмайды. Тіпті ісікті де азайтпайды. 15 минуттан артық ұстаудың да қажеті жоқ. Себебі мата құрғап, беттегі ылғалды өзіне сіңіреді. Айтпақшы, патчиді қолданғанға дейінгі және кейінгі күтімді де ұмытпаған абзал. Патчиді қолданбас бұрын, ең алдымен сіз бетіңізді күнделікті уход жасайсыз, дұрыстап тазалайсыз. Бірінші гидрофилді маймен толықтай тазалайсыз. Екінші кез келген умывалка, ол гель для умывания, немесе пенка для умывания, немесе молочко для умывания болуы мүмкін. Одан кейін міндетті түрде бетіңізге тонизация жасайсыз, ол тоник немесе тонер болуы мүмкін. Содан кейін барып міндетті түрде патчиді қойсаңыз болады. Патчиді 15 минутқа қойып болғаннан кейін сіздер кәдімгі күнделікті жасайтын уходыңызды жасайсыз, яғни ол сізде крем немесе сыворотка, одан кейін барып SPF крем міндетті түрде жағуыңыз керексіздер. Ертегіде асқабақ арбаға, бақа ханзадаға айналмайтыны сияқты патчиде көздегі бар мәселені шешіп тастай алмайды. Дегенмен шаршаңқы көрінуден шаршаған қыздар үшін таптырмас құрал.